Қайырлы күн балалар. Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 2 сынып 92 сабақ. Сабақтың тақырыбы жалпы есім мен жалпы есімді жалғастырамыз. Сабақты бастамас бұрын каналыма тіркелуді және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Енді балалар берілген жаттығуға назар аударайық. 32-ші жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Қарсы келе жатқанда сәлем берем қарттарға. Көп жаса деп біреуі маңдайымнан сүйеді. Бабаларға бол лайық дейді бірі қол жайып. Өстіп күнде бата алам кездескен әр атадан. Енді тапсырмаға назар аударайық. Өлең не туралы? Өлең бізде үлкендермен сәлемдесу, яғни батасын алуға ұмтылу. Келесі, батаны кімдер береді? Батаны үлкен аталар және апалар мен әжелер де береді. 33-ші жаттығу. Берілген сөздердің ішінен жалқы есімдерді теріп жаз. Жалқы есімдер бізде Қазақстан, Қаратау, Тараз, Мағжан және Тобыл. Жаттығудағы жалқы есімдерден басқа сөздердің өзгешелігі туралы өзің қорытынды жаса. Яғни балалар, жалқы есімдер ол жер, су, өзен, көл, қаланың аттары, адамның аты және жан-жануарлардың аттары жалқы есімдер болып табылады. Жалқы есімдер бас әріппен жазылады. Берілген ережені жаттап есте сақтаймыз. Жалқы есімдерден басқа зат есімдерді жалпы есімдер деп атайды. Жалпы есімдер кіші әріптен басталып жазылады. Мысалы, ауыл, әже, құс, көше. 34-ші жаттығу. Мақалды жатқа жаз. Бата мен ер көгерер, жаңбыр мен жер көгерер. Жалпы есімдерді тап. Бұл жерде жалпы есімдер ер және жер. Мақалдың мағынасын түсіндір. Бұл жерде ер адам, яғни бала, атасынан, ата-анасынан әрдайым батасын алып отырса, оның жолы әрдайым ашық болады. Жеткен жетістіктері көп болады деген мағынада. Ал жаңбыр мен жер көгерер деген, жерде далада жаңбыр жиі жауса, жер бетіне гүлденіп, көгеріп, яғни жасыл шөптер шығып, гүлдер шығып, түкті кілемдей болып жайқалып өседі деген сөз. Шығармашылық үзіліс. 35-ші жаттығу. Ұйқасын тауып оқы. Сананың ұйқасы дана, дананың ұйқасы сана, даланың ұйқасы қала, қаланың ұйқасы дала. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Аяғына дейін тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Достармен бөлісуді ұмытпаңдар және каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.